Қазіргі таңда хит болып жатқан электронды шақыру билетін ең оңай жолын мен жасауды үйренетін боламын. Сізге ол үшін ешқандай компьютер, ешнәрсе қажет емес. Сізге InShot деген программа қажет. Программаның ішін ашамыз, өзімізге керекті шақыруға арналған қағазды таңдап аламыз. Бұл қағаздарды жасау жолын сіздерге келесі сабақта міндетті түрде үйренетін боламын. Және сол жерде Т дегеннің үстін басып текстті жазатын боламыз. Бұл жерде жазамыз, және де сол жерде тексттің үсті басқаннан кейін изменить десеңіздер түстерін өзгертіп алуға болады. Айдана қыз ұзату деп жазып алдық, және оның астына өзіміздің құрметті деп жазатын боламыз. Электронды шақыру қағаздары өте ыңғайлы. WhatsApp-пен қонағыңыздың аты жөнін жазып, ыңғайлы тарата бересіздер. Тарата беретін боласыздар. Және де осылай жазып алып, ешқандай сызықты сол жерден жазып алуға болады. Сызықты, яғни астына түсіп сыза саласыз. Сіздерді деп жазасыз, тез-тез жазып, осыларды осы жерге әдемілеп қоямыз. 26 дегенде ерекшелеп жазамыз, және де оның түсін өзгертіп, міндетті түрде сол фонның түсімен сай етіп жазсаңыз өте керемет болады. Желтоқсан дегенде оны да өзгертіп жазамыз. Өйткені оны сәл кішірек қылып, ерекше болып тұру үшін, және де қонақтарымызға тез көріну үшін жанына осылай жасап қоя саламыз. Сағатты да осының жанына жазсақ, өте әдемі көрінеді. Сіздер бұдан былай өзіңіз ешқандай программаны сатып алып жүрмейсіз, және ол сатып алған программаң сіздің көңіліңізден шыға қоймайды. Сол үшін өзіңіз қолдағы бар телефонның арқасында осындай керемет шақыру жасап, өзіңіздің жақындарыңыз қуантсаңыз болады, және де осылай сатсаңыз да болады. Осылай қойып алдық, сосын әдемілеп оны орналастырамыз, және де мекен жайды жазамыз. Оны да әдемілеп жазып, мекен жайын әдемілеп жазасыз. Мекен жайын жазып, оның шрифтін өзгертсеңіз де болады. Бірақ мен бұл жерде 2-ақ түрлі шрифтпен жаздым. Шақыру билетіңізде 2 шрифттен артық болса әдемі емес болады. Сол себепті шақыру билетін жазған кезде шрифтке, түске мән берген дұрыс. 2 түстен артық түс болмағаны дұрыс, және де шрифт болмағаны дұрыс. Осылай сақтап алып, оны тарата бересіздер. Және де мен парақшама міндетті түрде жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сағат дегенді жазып, сағаттың уақытын белгілеп жазасыз. Енді мекен жайды жазамыз. Мекен жайын жазып, оны толығымен жазып аламыз да,
астына әдемілеп түсін өзгертіп, түстің сол жерде түстердің өзі белгіленіп тұрады, соның үстін басасыз. Өзіңізге керекті түсті таңдап бассаңыз, сіздің жазып жатқан шрифттің түсі өзгереді. Достар, сіздер ешқандай да ақша құртпайсыздар, ешқандай программаны сатып алмайсыздар. Сіздер программаны сатып алған күннің өзінде ол программалар сіздің ойыңыздағыдай әдемі болып шықпайды. Оданша өзіңіздің қолыңызбен осылай әдемі етіп жасаңыз. Менің парақшама жазылуды міндетті түрде ұмытпаңыз. Лайк басып мені қуантып кетіңіз.